Тіс тазалағанда кездесетін қателіктер. Ауыз қуысы мен тістің саулығы күнделікті дұрыс күтімнен басталады. Назарыңызға тіс тазалағанда жиі кездесетін қателіктер мен стоматолог Еркеғали Бекназаровтың тіс күтіміне қатысты кеңесін ұсынамыз. Қылшағы қатты тіс щеткасын қолдану. Жаңа тіс щеткасын сатып алғанда көбі оның қылшағының қаттылығына қарайды. Алайда мұндай тіс щеткасы қорғаныс эмалін зақымдап, тіс пен қызыл еттің сезімталдығын жоғарылатады. Тісті қатты жуу. Щетканы қатты басып тазалау тістің сыртқы қабатына зиян. Бұл әдіс тісті тазалаудың орнына эмальді құртады. Тісті аз уақыт тазалау. Стоматологтар тісті күніне 2 уақыт тазалауға кеңес береді. Оған қоса тісті кем дегенде 2 минут тазалау қажет екен. Тілді жумау. Әдетте ауыз қуысына шығатын жағымсыз иісті кетіру үшін де тіл жууды ұмытпау керек. Өйткені тілдің бетінде әртүрлі бактериялар болады. Тістің ішкі жағына мән беру. Тіс тазалағанда оның тек сыртына ғана емес, ішкі жағына да аса мән беру керек. Өйткені тістің ішкі жағы жуылмайтын болса, уақыт өте қара тастар пайда болып, кетуі қиынға соғады. Тіс щеткасын лас жерге қою. Тіс щеткасын үнемі таза ұстап, оны қоятын орынды да сүртіп тазалау керек. Ескі тіс щеткасын қолдану. Тіс щеткасын барынша жиі ауыстырып тазалап отырған дұрыс. Өйткені ескі тіс щеткасы тазалау қабілетін айырылады. Енді біз стоматологтың кеңесін тыңдайық. Қандай тіс щеткасын таңдаған дұрыс? Қазіргі таңда не тым жұмсақ, не тым қатты щетка сатып алып жатады. Бұл бірінші қателік. Тіс щеткасын қалай дұрыс таңдау керек? Тым қатты да емес, тым жұмсақ та емес, қаттылығы ортасы тіс щеткасын таңдау қажет. Қызыл егі ауыратын, тіс эмаліне зақым келген адамдарға және 12 жасқа толмаған балаларға жұмсақ қылқанды тіс щетка керек. Тіс щеткасында қылқанның ұзындығы 2-3 см, биіктігі 2 см, ені 1,5 см болғаны дұрыс. Щетканы жиі ауыстырып тұруды ұмытпаңыз. Қаттысын 3 айда 1 рет, жұмсағын 2 айда 1 рет ауыстырып тұру керек. Және де тіс пастасы. Ең жиі кездесетін қателік пастаны дұрыс таңдамау. Құрамында фтор бар пастаны таңдаңыз. Тісіңіз тым сезімтал болатын болса, құрамында калий хлориді, калий цитраты, аргинин, стронций хлориді және де гидроксиапатит пасталарды алыңыз. Қызыл егіңіз қанайтын болатын болса, құрамында бактерияға қарсы заттары бар пасталарды таңдаңыз. Бірақ мұндай пастаны 3 аптадан артық пайдалануға болмайды. Өйткені олар ауыздағы пайдалы микрофлораның құрамын бұзады. Және де тіс тазалау. Тіс тазалаудағы ең басты қателік тіс щеткасын оңға солға жүйткіп жүргізу. Тісті жоғары төмен тазалау қажет. Сонымен бірге тісті тамақ ішіп болғаннан кейін бірден тазалауға болмайды. Себебі эмаль әлсіз болып тұрады. Тек 30 минут өткеннен кейін, тамақтан кейін тазалаған дұрыс.